Өзіне ғана бағынышты, өзіне ғана сенетін адам бәрінен де бақытты. Өмірдегі ең үлкен жеңіс өз-өзіңді жеңу. Бүгінгі өмірі бақытты емес адамдар өткен өміріндегі жетістіктерімен мақтанады. Мақтаншақ әңгімелер әлсіздіктің ең алғашқы белгісі, ал мықты адамдар артық әңгіме айтпайды. Қалай болса солай өткен жастық шақ адамды тез қартаюға алып келеді. Соғыс уақытында заңның үні өшеді. Кітабы жоқ үй, жаны жоқ дене секілді. Әлемдегі ең жайлы жер біздің туған үйіміз. Шешеннің ұлылығы тауып айтқан сөзінде ғана емес, орынсыз сөзді айтпауында. Әр адам ішкі дүниесінің айнасы, оның ойлаған ойы өзінен хабар береді. Нағыз достық ең лайықты адамдарды қосады. Күш-қуатымыз құру үшін емес, күш-қуатымыз қалыптасу үшін ішіп жеуіміз керек. Өмір барда үміт бар. Бақытты Алладан сұраңыз, даналықты өзіңіз қалыптастырасыз. Табиғаттан артық шебер жоқ. Өмір қысқа болғанымен, артыңызда қалған жақсы атағыңыз мәңгілік. Саған өзіңнен басқа ешкім жақсы ақыл айта алмайды. Ең басты байлық былғанбаған ар. Болмауы керек нәрсе бәрібір болмайды. Болған нәрсе о баста тағдырыңызға жазылып қойған. Құрдымға кететін мемлекеттің заңдары бассыздыққа алып келеді. Адамның бәрі қателеседі. Ақмақ қана ешқашан қателеспеуім керек еді деген ойда болады. Көп жағдайда адам өз-өзіне ең үлкен жау болады. Ешкімге пайдаң тимесе тимесін, бірақ ешқашан ешкімге зияныңды тигізбе. Бет адам жанының айнасы. Дұшпаның әрқашан шындықты айтады, ал досың ешқашан. Не ексең, соны оруға мәжбүрсің. Ақылмен іс тұту, ақылды сөз айтудан да маңызды. Сәттілік серігі болғанда, енді ешқашан қателеспеймін деу нағыз ақмақтық. Жазаламау, қылмыс істеген адамды мақтаудың ең үлкен үлгісі. Ең бақытсыз адам өз арманын іске асыруға әрекет жасамаған адам. Құдайдың бары рас. Мұны жоққа шығаратындардың ақылы жайында ма? Мен соған таң қаламын. Әділдік дегеніміз әркімге өзінікін беру. Ең жаманы өзіңе берілген нығметтерді ұмытып, өзгенің бақытына қызығу. Адам өзі неғұрлым адал болған сайын өзгелерді сатқындық жасайды деп ойламайды.
Жыртқыш аңның өзі қарнының тойғанын біліп, келген жеріне қайта оралады. Бақытты өмір жан тыныштығынан басталады. Ата-анаға деген жақсылық барлық жақсылықтың бастауы. Ақмақтық дегеніміз өзгенің қатесін көре білу, ал өз қатесін қателік деп ойламау. Егер адам әр күн сайын өз арманына қарай бір қадам басса, міндетті түрде дегеніне жетеді. Көпшіліктің ұмтылған нәрсесінің бәрі жақсы нәрсе деуге келмейді. Мінездің ұқсастығынан артық ештеңе адамды бір-біріне қатты жақындастыра алмайды. Өзін жақсы көрген жанға ешкім дұшпан бола алмайды. Шындықты ести алмайтын адамға енді ешкім көмектесе алмайды. Шынайы достықсыз өткен өмір бекер өткен өмірмен тең. Егер де сіздің үйіңізде бақшаңыз бен кітапханаңыз болса, демек сізде өміріңізге қажеттінің бәрі бар. Көмек алған адам оның жақсылығын ұмытпасын. Көмек берген адам көрсеткен көмегін қайта есіне алмасын. Көп өтірік айтатын адамдар шыншыл болып көрінуге тырысады. Сананы тұрмыс билейді. Махаббат жастар айтпақшы, құмарлықпен емес, сенімділікпен, баяндылықпен өлшенеді. Планетадағы әр адам өз ақылымен ойланып, өзгенің пікіріне тәуелсіз шешім шығара білуі керек. Өмір бойы сүйіп, махаббатыңды төккің келетін адамды да таңдай біл. Сараң болмасаң байсың, әр нәрсеге шашыла берсең, тапқан пайдаңның берекесі кетеді. Тарихты білмеу қылмыс.